Қалаға оқуға келуін келдім, бірақ пәтер таба алмадым. Сөйтіп іздене келе арзан пәтер таптым, бірақ қаланың шетінде орналасқан еді. Бірақ сонда да жалдай салдым. Бір-екі ай өмір сүріп көрейін, мүмкін ұнап қалар. Универге жету қиын әрине, бірақ жақсы. Сөйтіп алғашқы түні ұйықтап жатқан едім. Жоғарғы қабатта орналасқан пәтерден жерді ұрып жатырғандай дыбыс шыға бастады. Өте ұзақ шықты. Қайта-қайта естіле берді. Ұйықтай алмадым. Дыбыстар шығып жатқаннан кейін ұйықтау қиын екен. Солай түнгі 3 болса да, жоғарғы қабатқа көтеріліп, көршіме ескертейін дедім. Есікті сүйкімді әже ашты. Ол күлімсіреп мені қарсы алды. Және бірден үйге кіруімді өтініп, шай ішейік деді. Мен негізі дөрекі түрде айтам ба деп едім, бірақ жақсы адам секілді негізі. Ыстық шай ішкеннен кейін тіпті дыбыстар туралы ұмытып та кетіппін. Бірақ кенеттен шай мен тоқаш жеп жатып, қатты қақалып, түйіліп қалдым. Сөйтіп үйден еш нәрсе айтпаған күйде шығып кеттім. Бірақ үйге барғанда ол дыбыстар қайта шықты. Менің төзімім таусылды. Осы жолы бетіне айтып тастаймын әженің. Әже, есікті ашыңызшы. Сізге бір нәрсе айтамын. Ей бауырым, не айқайлап тұрсың? Таңғы 4 болған жоқ па? Мына көрші әже түнде мазаны алды, қатты дыбыстар шығарып, ұйықтай алмағаннан кейін ескертейін деп есігін қағып жатырмын. Ай, бауырмай, бұл пәтерде ешкім өмір сүрмейді, қаңырап бос тұр. 1 жылдай болып қалды сол әженің өмірден өткеніне. Әрқашан осы бір жағдай, әр адамға қайталана береді. Сонда бұл пәтерде ешкім өмір сүрмей ме? Мен онымен 1 сағат бұрын негізі шай ішкен едім. Өтірік айтып тұрған боларсыз. Бауырым, абайла, ол әже бұл өмірде жоқ, бірақ сен оны көрген екенсің. Қиын жағдай. Мына көршінің сөзінен қорыққаннан бірден кетіп қалдым сол жерден. Және үйге кірудің орнына бірден далаға шығып кеттім. Үйге кіруге тіпті қорқып қалдым, бірақ әлгі көрші қалайша мен онымен әңгімелесіп шай іштім емес пе? Бірақ өмірден өткеніне 1 жылдан асып кетеді. Ақылға қонымсыз нәрсе ғой. Жаз мезгілі, жылы ауа райы, кешкі салқын самал жел және кереметте демалысқа шыққан қала тұрғындары. Оның ішінде 2 бала, Бека және Нурик, екеуі үй ішінен далаға қарап, жұлдыздарға тамсанып қарайын деп отыр. Бірақ қатты түн бола қойған жоқ. О, анау не? Біреудің терезесі күлгіндіз жарғын беріп тұр. Осындай түс біздің үйде де бар. Атанам кеше ғана сатып алды. Қапы, не үшін алдыңдар? Сен не естімедің ба? Осындай түрлі түсті жарықтарды үй ішіне қоятын болсаң, тірі зомбиге айналып кетесің. Бұл жай ғана жарық түстер ғой. Иә, жарық беруші түстер, бірақ олар адамды өзгертеді. Тіпті адам хайуанға айналып кетуі мүмкін. Маған бұл туралы үлкен ағам айтып берген еді. Сен қатырасың. Шамасы ағаң фильмдерді көп көріп қойған болар. Нурик әлгі үйдің терезесін жақындатып көрейін деді. Себебі ағасы мүмкін өтірік айтқан болар. Кім мұна өзі? Нурик қорқып кетті. Сондықтан есікті жауып кетіп қалады. Негізі Нуриктің ағасының айтқаны рас, әрі шын секілді. Жаңағы күлгін жарық түсінің қасында тұрған кім?
Ол неге олай тұр? Сұрақтар көп. Ертесі күні Нурик күлгін түс туралы ескерту үшін Беканың үйіне барады. Есікті Бека ашқанымен, бірақ түрі біреуден үркіп тұрған секілді көрінді. Ей досым, анау күлгін түс бар, тез үйге кір. Жүр, саған маңызды ақпарат айтамын. Кеттік менің бөлмеме. Үйің ішінде не иісің ау? Жағымсыз екен. Оны қоя берші, олар ұстап алмай тұрғанда тез кеттік бөлмеге. Олар дейсің бе? Олар деп кімді меңзеп тұрсың? Менің ата-анамды. Олар осы күлгін бөлмеде. Сөйтіп олар бөлмеге кіреді. Не болды? Ата-анаңнан не үшін қорқып жүрсің? Сенің айтқаның рас болып шықты. Олар нағыз зомбиге айналды. Анау күлгін жарық келгелі бері ата-анам хайуанға айналған секілді. Себебі олар сөйлей алмайды және мүлдем қозғалмайды. Анау күлгін жарықтың қасында сол жарыққа қарап тұрады болды. Білмеймін оған не үшін қарайтынын. Бірақ сол жарықтан энергия алатын секілді. Олар мені жеп қояма деп қорқамын. Ей балам, есікті не жауып алғансың? Біздің қарнымыз ашты. Бізге азық жеу керек. Тез аш есікті. Қорықпа, сені жемейміз. Сен дүкенге барып келсең болды. Тағы да күлгін жарықтар алып кел. Нурик досым, сен төсек астына жата тұрш. Қазір мен есікті ашамын. Олар сені көріп қалмасын. Беканың анасы бөлмеге кірді. Аяғы тым арық екен. Және аяғының түсі де күлгін түске боялған. Бет-әлпетін елестете алмаймын. Түрі қандай болып кеткен екен. Балам, қорықпаш, сен бізден қорқып тұрсың ба? Біз саған тиіспейміз. Жай күлгін жарықтар алып кел. Немесе оның орнында өзіңді бізге бере сал. Бізде бір жарық бар екен ғой. Анасы жарық күлгін түсі бар екен. Әкесі онда қоса ғой. Балам, онда сен дүкенге бармай-ақ қой, керек емес. Мына көме! Бұл үрейлі жағдай орманда жоғалып кеткен баламен орын алды. Бала қараңғы орманда жалғыз өзі келе жатып, қайда кетіп бара жатқанын өзі де білмейді. Тіпті оны құтқаратын ешкім жоқ секілді, үміті үзілді. Кенет алдында орналасқан бір үйді көреді. Кәдімгі үй, бірақ ескі. Баланың үміті қайта ашылған секілді осы кезде. Сөйтіп үйдің есігін ашады. Және үйде тек бір бөлме ғана, және жататын бір төсек. Бала бірден төсекке жата кетті. Себебі жүріп қатты шаршады. Сөйтіп енді жатып ұйықтайын дегенде, үй ішінде орналасқан бір түрлі жағдайды байқайды. Қабырғаларда түрлі үрейлі жаратылыстардың немесе мақұлықтардың бейнелері белгіленген. Ең қызығы, бұл суреттер тірі секілді көрінді, және мына балаға қарап тұрғандай. Бала осының кесірінен ұйықтай алмады. Бірақ соңында ақыры ұйықтайды. Себебі жай суреттер де ойлады. Ертесі күні бетіне күн сәулесі түсіп жатқандықтан оянып кетті. Және мына көрініске тап болды. Кешегі үрейлі суреттер жоқ. Тіпті болмағанда, бұлар жай ғана
терезелер екен. Ал ар жағында тұрған мақұлықтар, олар шынымен бар секілді. Олар бар. Мен осы ұялы телефонды кездейсоқ тауып алдым. Қара телефон, сырты сынған, әрі лас, тіпті қосылмайды екен. Маған беретін одан пайда жоқ. Бірақ не болса да үйге барып қосып көрейін. Және жоғалтып алған адамға қайтарып берсем, ол қуанатыны сөзсіз. Сөйтіп телефонды қуаттай бастадым. 1-2 сағаттың ішінде қуатталып үлгерді және жұмыс жасап тұр екен. Сөйтіп бірден барып қоңырау шалу мақсатында телефон ішінен номер іздей бастадым. Және түсініксіз бір номер шықты. Әрине, қоңырау шалдым бірден, бірақ ешкім көтермеді. Сөйтіп мен өз шаруаларыммен айналысып жүріп, ол телефон туралы ұмытып та кетіппін. Сол телефонға кенеттен қоңырау келе бастады, бірақ телефонды мен көтермедім. Бірақ кенеттен біреу жаза бастады. Әрине, жоғалған телефонның иесі болар деп, мен де оған бәрін түсіндіре бастадым. Бұл кім келіп тұрған? Анау адамға мен тіпті мекен жайымды айтпағанда едім ғой. Ол қалай мені тауып алды? Есіктен сығалап қарадым, бірақ ешкім болмады. Бұл біртүрлі болды. Есік қалайша ашық қалды. Мен есікті жапқан едім ғой. Әрине, осы кезде мен қорқудың орнына ашуланып кеттім. Ол менімен әзілдесіп жүр деп ойлап, оған қоңырау шалайын дедім.